соңғы қыз баланың туған жылын білмеймін, ұмытып қалдым деп айтты. Мен соңғы уақытта баланы туғанда алып жүрдім. Баламды Махамбет ауданында менен бақты, мен долларға қаралып жүрдім. Доктор айтты, шетелге барып қарал деп. Басымды қаратуға бардым, басым қатты ауыратын еді. Шетелде жолдасым Сұлтан екеуміз мені долларға қаратуға бардық. Түркияға бардық, басымды тексерді, витаминдер берді. Күйеуім сол жақта уақытша жұмыс жасап жүрді. Бір қонақ үйде жаттық, мен көбіне ұйықтай бердім. Менің қолымда телефон болған жоқ, Сұлтан алып қойды. Мені және жолдасымды несиетті полиция ұстаған білмеймін. Бағанағы жерге мені апармаңыздар. Мен психикалық ауруым жоқ деп сұрақтарға баяу жауап берді де, көбінесе білмеймін деп жауап берден бас тартып отырды, шаршап отырдым. Қолымда қаламсапты тастай салатын кездері болды. Көп сұрақтарға жауап бермейді, шаршап отырмын деп адамға күле қарамайды дейді. Бірақ менің тарапымнан болған жоқ, өздері шықты. Мен амалсыздан қылмысын жақсы өзім келіп тұрмын. Бірақ мен өзім бастап бұған ашып тұрамын. Наурыз болған шықты? Иә, өздері шықты. Сосын мен қылмысын жақсы үшін, жіберіп салып қайтып тұрмын. 193 бөлімі 4-ші тармағын міндейсіз бе? Мойындаймын. Келесі 7-ші айып бойынша Қарабалин Мақсот пен Өтешқалиеваны адам өлтіру, 2 адамды құққа қарсы қасақана жазаға ұшырату бірнеше рет, Қарабалинге 9 рет, Өтешқалиеваға 8 рет пышақпен жарақат келтіріп қасақана қазаға ұшыратқаныңызды мойындайсыз бе? Қасақана өлтірді. Мойындаймын. Арыстарыма, отбасыма кездерге қол сұққандар үшін мен кейбірді қайтаруға тастамадым. Яғни қасақана өлтіргеніңізді мойындайсыз. 99 жастың 2-ші бөлімінің 1-13-ші тармақтармен талған айыпты толығымен мойындайсыз. Келесі 8-ші айып бойынша Өтешқалиева Нәсіптің атына Қазпошта банкомат карточкасының құны 50 мың теңге болатын Samsung Galaxy A205 ұялы телефонын, құны 74 мың болатын бір дана алтын сақинасы, құны 45 мың теңге болатын алтын сақинасы, Қарабалин Мақсотының Қазпошта банкомат карточкасы, 50 мың теңге болатын маркасы Realme ұялы телефоны, 60 мың теңге ақша қаражаты, Қазпошта банкомат карточкасын жымқырды деп сізге қылмыстық кодекстің 180-ші бабының 3-ші бөлімі 2-ші тармағымен, яғни Өтешқалиеваға 169 мың теңге, Қарабалинге 110 мың теңге материалдық шығын келтірген. Бұл жеке заттарын заңсыз ұрлады деген айыпты мойындайсыз ба? 99-ші бапта көрсеткен қылмысын жасыру үшін 3 бапта мойындаймын. Осы әрекетін жасыру үшін жасалды. Келесі 9-ші айып бойынша Өтешқалиева Нәсіп пен Қарабалина Мейрамгүлдің Қарабалин Мақсоттың жеке куәліктерін заңсыз алып қойған қылмыстық кодекстің 384-ші бабының 2-ші бөлігімен талған айыпты мойындайсыз ба? 10-ші айып бойынша Қарабалина Мейрамгүлді аса қатыгездікпен бірнеше рет қылмыстық кодекстің 99-ші бабының 2-ші бөлігінің 5-ші 13-ші тармақтары, яғни 32 рет дене жарақатын пышақпен келтірген талған айып бойынша қасақана өлтірді деген айыпты мойындайсыз ба? Мейрамгүлді өлтірді деген айыпты мойындайсыз ба? 11-ші айып бойынша Қарабалинаның 45 мың теңге болатын маркасы Oppo маркалы ұялы телефонын заңсыз жымқырды, яғни қылмыстық кодексінің 188-ші бабының 3-ші бөлімінің 2-ші тармағы бірнеше рет ұрлық 45 мың теңге материалдық шығын келтірді деп талған айыпты мойындайсыз ба? Осы әрекетін жасыру үшін жасағанмын. 12-ші айып бойынша Қарабалин Мақсоттың 17 бас қойын 950 мың теңгеге сатқаны, 2 бас сиыр малын әрқайсысын 250 мың теңгеден жалпы 500 мың теңгеге сатып, алаяқтық, бөтеннің мүлкін жымқыру бірнеше рет қылмыстық кодекстің 99-ші бабының 3-ші бөлігінің 4-ші тармағымен талған айыпты мойындайсыз ба? Малдарды сатты деп айыпталып отырсыз ба? Осы әрекетін жасыру үшін жасағанмын. 13-ші айып Өтешқалиеваның есеп шотындағы ақша қаражаттары айып жариялаған кезде сізге айтылды, жалпы Өтешқалиеваға 169.536 теңге 10-ші қарашадан бастап 8-ші желтоқсан аралығында, Қарабалин Мақсоттың Қазпошта акционерлік қоғамдағы есеп шотындағы 14-ші қарашадан бастап
8 желтоқсан аралығында барлығы 217.619 теңге материалдық шығын. Қарабалина Мейрамгүлдің Қазпочта акционерлік қоғамда есепшотынан 13 қараша 2025 жылдан бастап 14 қараша 2025 жыл аралығында барлығы 215.487 теңге материалдық шығын, яғни Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190 бабының 3-ші бөлігінің 4-ші тармағы алаяқтық, бөтен мүлікті жымқыру бірнеше рет бабымен істі айыпталып отыр. Соңғы айыпты мойындайсыздар? Ақша қаражаттарын алған. Яғни сізге тағылған 13 айып бойынша, 13 бап бойынша сіз барлық айыптарды мойындайсыз, тек қана Мұхаммадиев Наурызды қасақана өлтіргеніңізді мойындамайсыз. Ол абайсыздар болды деп процеске қатысушылар сотталушының тағылған айып бойынша позициясы түсініксіз болса, нақтылау мақсатында сұрақтар қоя аласыздар. Бірақ енді позициясы бәріне түсінікті деп ойлаймын, себебі сотпен әр тарап нақтыланып қойылды сұрақ. Олар мүмкін емес, ондай болады, ондай адам емес. Оларға мүмкіншілік семьясына араласу деген ондай болған жоқ. Олар деген жағдайлары, мысалы жақсы, оларға наоборот көмектесіп тұрды осы уақытқа дейін, өлгенше. Оларға қарсылық білдіріп, я айырыл, я болмаса жаңағыдай немізде ондай әңгіме болған жоқ. Отбасымызға араласты дейді. Ол мүмкін емес, өтірік. Оған мен келіспеймін. Қайта-қайта қызыма барғысы келді, Ақбаянға қайта-қайта бара алмады. Себебі келме деген сөз айтқан. Келме. Кіргізбейміз. Даладан жібереді. Ол не масқара? Еще келді, мына жерде айтады. 2-3 рет толғанды. Өзі де жылап, менің атамның жүзіне келген, маған жылап айтты. Кісінің көзінше айтты. Біз 2-3 рет мен қызыма барғым келді, көргім келді, көре алмадым деді. Жалпы айырылысқаннан кейін тәтенің өзі бірге ілесіп, бірге көшіртісті. Ондай адамдар емес. Ондай неге бармайды. Ағам да, жеңгем де жуас адамдар. Өздерімен өздері күндері көрген адамдар. Қолдарынан келген көмекті аямайды. Мен оған келіспеймін соңғы сөзіне. Мұхаммадиев Наурыздың бейнежазбасын көрдік. Ол мүрдесі нақты Наурыз ба, Наурыз емес па деген сұрақтар болатын болса, оның ісінен алынған ДНК нақты Наурыз екен 99% дәлелдейді. Және де Қарабалина Мейрамгүл екенін ісінен алынған ДНК-лар Қарабалин Мақсұтпен Өтешқалиева Нәсіпке толықтай сәйкес келіп отыр. Генетикалары бір болып табылады. Егер де қандай да бір олар ма, олар емес па деген күмәндарыңыз болатын болса. Бізде енді іс материалдардың басым көпшілігі жарияланды. Куәлар жауапталған кезде, жәбірленушілер жауапталған кезде, бейнежазбалар қаралған кезде барлық хаттамалар алдын ала жарияланған болатын. Және де куәлардың жауаптары да жарияланды. Сараптама қорытындылардың барлығы жарияланды, бейнежазбалардың барлығы қаралды, тек қана Сәрсемалиевтің күдікті ретінде берген бейнежазбасы қалған болатын. Қандай да бір сотқа шақыртатын адамдарыңыз ұсынатын қосымша құжаттарыңыз болса, келесі процеске жинақталыңыздар. Себебі біз процестің аяқтау барысындамыз, сот тергеуі. Сот тергеуі немен толықтырасыздар? Сотқа қандай дәлелдеме ұсынасыздар, себебі дәлелдеме ұсынатын сіздер. Шақыртатын адамдарыңыз болса, ұсынатын құжаттарыңыз болса, іс материалдарына тіркейтін құжаттарыңыз болса, басқа да азаматтық талаптарыңыз болса, қарсы азаматтық талаптарыңыз болатын болса, оның барлығын келесі отырысына дейін жинақталыңыздар.